Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. Сабақтың мақсаты сөз таптары тақырыбынан игерген білімдерін практикалық іс-әрекеттерде қолдана алу. Енді балалар, сөз таптарына назар аударайық. Біз өткен сабақта да осы сөз таптарын өткен болатынбыз. Сөз таптарына біз өткен зат есім, етістік, сын есім және сан есім жатады екен. Зат есім сұрақтарын есімізге түсірейік. Зат есім сұрақтары кім, не, кімдер, нелер. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұраққа жауап береді екен. Өте дұрыс. Ал енді сын есім сұрақтарын есімізге түсірейік. Дұрыс айтасыңдар. Қандай, қай. Сан есім сұрақтары ше. Қанша, неше, нешінші деген сұраққа жауап береді екен. Балалар, мына кестеге назар аударайық. Бұл жерде сөз таптары берілген. Келді, білгіш, қызыл, арба, ойнады, тақта. Енді бізге осы сөз таптарына сұрақ қою арқылы қай сөз табына жататынын анықтауымыз керекпіз. Сөйтіп, тиісті бағанның астына жазамыз. Келді сөзіне сұрақ қойып көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар. Не істеді деген сұраққа жауап береді екен. Енді ол қай сөз табына жатады екен? Әрине балалар, етістікке жатады екен. Келесі сөз білгіш. Ол қандай сұраққа жауап береді екен? Дұрыс айтасыңдар. Қандай деген сұраққа жауап береді екен. Ол қай сөз табына жатады? Әрине, сын есім. Қалған сөздерге де осылай сұрақ қою арқылы тиісті бағанның астына жазамыз. Енді балалар, оқулықпен жұмыс. 44-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді оқы, ат қой. Енді балалар, мәтінді менімен бірге оқып отырамыз. Түсініп, мәнерлеп оқимыз. Жазғы демалыста Арман мен Нұрлан атасы мен әжесінің ауылына қыдырып барды. Бір уақыт аталарына көмектесті. Бау-бақшаны арамшөптерден тазартып, ретке келтірді. Бірде Арман Нұрланды шақырды. Ағаш түбінде шиқылдап жатқан сарауыз балапанды көрді. Бұл ағаш басындағы ұядан құлап түскен торғайдың балапаны екен. Өзі кіп-кішкентай, жүні жоқ, қызылшақа балапан шиқылдай береді. Арман сатыға шығып, балапанды ұясына қайта салды. Атасы немерелерінің бұл әрекетін құптады. Бұл мәтін балалар жыл 12 ай кітабынан алынған екен. Енді бізге мынандай тапсырма беріліп тұр, сұрақтар беріліп тұр. Мәтін неге 3 бөлікке бөлінгенін ата дейді. Әр бөліктің тақырыбын анықтап, оларға ат қой. Балапанды сипаттау мәтіннің қай бөлігінде берілген? Сұрақтардың жауабын жаз. Енді мәтін өзі 3 бөлікке бөлініп тұр. Біз әр бөліктің негізгі ойын анықтап, ол әрқайсына тақырып бойлап жазады екенбіз. Енді Арман мен Нұрлан аталарына қашан және қалай көмектесті дейді. Ойланып көрейікші осы сұрақтың жауаптарын. Дұрыс айтасыңдар. Арман мен Нұрлан жазғы демалыс кезінде аталарына бау-бақшаны
арам шөптен тазартып, ретке келтіруге көмектескен екен балалар. Енді келесі, олар қандай балапанды тауып алды? Балалар не істеді? Осы сұрақтың жауабын өзіміз тауып көрейік. Балалар, өздеріңді арманның орнына қойып көріңдер. Сендер не істер едіңдер? Ойланып, жауап беріп көрейік. Келесі 45-ші жаттығу. Бұл жерде сөздерді оқып, оларды 4 бағанға бөліп, мына үлгі бойынша жаз деген тапсырма беріліп тұр. Арқандады, мақтанба, кейін, ойла, майла, тұзда, шегеле, тербетпе, баспа, барма, оқы, үрле, өз, отыр, жүз, өкпелеме. Енді осы сөздерге сұрақ қою арқылы берілген сөздердің қайсысы туынды етістік, қайсысы негізгі етістік, қайсысы болымды етістік, қай сөз болымсыз етістікке жататынын тауып, әр бағанның астына жазамыз. 46-шы жаттығу. Берілген сөздерге тиісті жұрнақтар жалғап, туынды есім жаса. Жаз, көр, біл, айт, бал, дәулет, өнер. Бұл жерде берілген ғыш, гіш, қыш, лі, ті, дай жұрнақтарының тиістісін жалғап, туынды сын есім жасайды екенбіз. Және осы сөздерді қатыстырып, сөйлемдер құрап жазамыз балалар. Осымен қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.